Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Балалар, бүгін біз сабағымызды бастамас бұрын шеңбердегі әңгімеден бастайық. Әр оқушы өзінің жеке ерекшелігі мен қасиетін айтып шыға қойсын. Мен досшыл адаммын. Мен ізденімпаз адам. Мен сабырлымын. Тәрбиелімін. Мен мейірімдімін. Мен адамгершілігі мол адаммын. Мен сенімдімін. Мен ешқашан ешжерге кешікпей жүретін адаммын. Мен қабілеттімін. Мен ақылдымын. Мен жан жақтымын. Мен досқа адаммын. Мен адалмын. Мен үлкендерді құрметтей білемін. Мен бойдас. Мен бақыттымын. Мен жақсымын. Мен пунктуалды адаммын. Мен сыпайы адаммын. Әрине оқушылар осындай оқушылары бар, мен өте бақыттымын. Кәне біз балалар біріншіден 3-ке дейін санайық, содан кейін сол бойынша қазір топқа отыра қоямыз. Кәне. Бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші, бірінші, бірінші, екінші, Үшінші. бірінші, екінші, Үшінші. бірінші, екінші, үшінші, Бірінші. екінші, үшінші, бірінші, екінші. Жақсы. Рахмет. Олай болатын болса, бірінші саналғандарыңыз НАТО тобына отырыңыздар. Екінші саналғандарыңыз Варшава шарты үйіне отырыңыздар. Үшінші саналар Европа тобына отырыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1946 және 1963 жылы Қырғи-Қабақ соғыстың ерекшелігі неде? Яғни сабағымыздың мақсаты Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі туындаған Қырғи-Қабақ соғысы нәтижесіндегі әскери одақтар және әлем дамуындағы оның ықпалын анықтай отырып талдаймыз. Енді бағалау критерийлері 1946-63 жылдарғы тарихи оқиғаларды анықтай отырып, НАТО және Варшава шарты ұйымының қарсылық әрекеттерін талдау және КСРО мен ақш-тың арасындағы туындаған Қырғи-Қабақ соғысының барысын зерттеуіміз. Балалар, егеменді тапсырмамызды қорытындылау үшін қазір бірнеше сұрақтар беремін. Миға шабуыл әдісі бойынша кәне сұраққа дайын болсақ, онда сұрағымызды бастайық. Мынандай сұрақ. Бірінші, барлығыңызға жауап сұрақ. Үштік, яғни үлкен үштік деп кімдерді атаған? Кім айтады? Айта қойыңыз. Ұлыбританияның басшысы Черчилль, және де КСРОның басшысы Сталин, Американың басшысы Рузвельт. Өте жақсы. Жақсы, отырыңыз. Келесі сұрақ. Сталин қай елдің жетекшісі болған? Сталин ол КСРОның жетекшісі болған. Өте жақсы. Келесі. КСРОның астанасы болған қала? Жақсы, Мәскеу қаласы. Келесі сұрақ. Мынандай сұрақ ойланып отырыңыздар. Екінші дүниежүзілік соғыс қай жылы басталды? Айта қойыңыз. 1945. Екінші дүниежүзілік соғыс? 1939 жылы. Өте жақсы. Ұлы отан соғысы қай жылы басталды? 1941 жылы екінші маусымда. Өте жақсы қалды. Ал олай болатын болса, соғыс болды. Енді балалар, бұл кеңес одағының кезінде мынандай үлкен бір емблема пайда болды. Яғни қазақтың көрден келген қазақ отыратын болса, бір шетінде Невада штатындағы үндістердің. Бұл екі мемлекеттің бір-біріне деген ядролық қаруды қаламаймыз дегеніне қарамастан, Америка мен ақш-тың арасындағы соғыс бұл 1991 жылға дейін келді. Өзіңіз білесіздер, 1991 жылы 29 наурызда осы ядролық сынақ тоқтатылған болатын. Ал енді оған дейінгі мәселені айтып кететін болсақ, балалар, КСРОның кезіндегі ең мықты сол кездегі ағылшын президенті Черчилльдің айтуы бойынша, яғни ол бүкіл әлемді соғыстан кейін көптеген мемлекеттер өте әлсіреп соғыстан шыққан болатын. Соның мықты ретінде КСРОға олар агрессияшыл мемлекет ретінде танып, КСРОны олар бақыласы ретінде көрді. Нәтижесінде, яғни Сталин қайтыс болғаннан кейін де бұл соғыс тоқтамады ол. Одан кейінгі келген Никита Сергеевич ол КГБ-ның 20-шы съезінде осы Сталиннің әрекеттерін айтқысы кетіп, бірақ ол жария етілген жоқ. Соның нәтижесі ретінде біз білетін балалар 10 жылдық соғыс ол 1979-89 жылдары ауған кеңес соғысы. Оның нәтижесі ештеңе әперген жоқ. Балалар, қаншама адамдарымыз ол соғыста құрбан болды. Балалар, біздегі тапсырма бірінші нақты тобына суреткер сөйлейді әдісі бойынша қазір сіздерді алдарыңызда қараңыздар. Екі
жауап туып беріліп тұр. Екі мемлекеттің ақш және ксро болсын, біреуі таңдауларыңыз қажет. Қане Ернұр? Біздің де ксро мемлекетінің жауабын таңдайды. Жақсы. Олай болатын болса, сіздер осыған байланысты дискреттерді сіздерге баяндап кетейін. Ағай сол бойынша жұмыс жасайсыздар. КСРО-ның Қырғыз Қабақ соғыс кезіндегі жүргізген саясатына сипаттама беру, КСРО-ның жаппай қарулану кезіндегі Семей қаласының орнын анықтайсыздар және КСРО мен ақш-тың жаппай қарулану саясатындағы салдарын талдайсыздар. Қане балалар, сіздерге сәттілік. Сіздерге екінші топ Варшава шарты ұйымы болатын. Бұл жерде салыстыру парағы бойынша НАТО және Варшава шарты ұйымының құрылғаны туралы жасайсыздар. Қараңыздар, НАТО-ның құрамына қандай мемлекеттер кірді, соны анықтайсыздар. Алдарына қойған міндетін шектейсіздер және Варшава шарты құрамындағы міндеттерді анықтап және мақсаттарын салыстырасыздар. Сіздерге тапсырма осылай. Түсінікті ме балалар? Олай болатын болса, сіздерге сәттілік. Келесі үшінші топ. Балалар, келесі үшінші топ сіздерде мынандай тапсырма болатын. Зейіндеріңіз неге болсын, тұлғаны анықта. Бұл жерде екі мемлекет басшыларының Черчилль және Сталиннің яғни Қырғыз Қабақ соғысы кезіндегі рөлін анықтайсыздар. Ескерткіштер бойынша бірінші суреттегі тұлғаны анықтап, ағылшын тарихындағы рөлін сомдайсыздар. Екінші суретте Сталиннің КСРО-ны басқарудағы рөлін анықтайсыздар. Балалар түсінікті болса, онда жұмыстарыңызға сәттілік. Қане бірінші топ сіздерге суреттер сөйлейді әдісі бойынша екі мемлекеттің арасындағы соғыс туралы қазір сөйлеп айтып кетеміз. Қане кім дайын болды балалар? Сонымен жалпы Қырғыз Қабақ соғысы дегеніміз не? Қабақ соғысы дегеніміз ол ақш пен КСРО-ның ашық емес әскери іс-қимылдары телевизиясы. Жақсы. Қай жылдарда қамтыды? 1945-1991 жылға дейін. Өте жақсы. Келесі. Ары қарай, осы мемлекеттердің арасында тағы да қандай нәрселер жасалындар? Екі ірі держава ядролық қаруға ие болуы және екі лагерь арасында әскери қақтығыс. Жақсы. Екі лагерь дұрыс айтады. Өте жақсы. Келесі. ақш-та бомба болды, сондықтан да сол америкалық бомбалаушыға кез келген уақытта Еуропа мен Тынық мұхитта орналасқан әскери базасынан КСРО-ға кез келген ядролық қаруды жібере салуы мүмкін еді. Сондықтан да осы тұста КСРО одан біраз жеңіліп тұрды. Сол үшін де ол қысқа уақыттың ішінде КСРО өзінің әскери қаруын жасауды тездетті. Ол үшін ол Семейде 1949 жылы 29 тамызында бірінші ядролық сынақты өткізді. Өте жақсы, өте жақсы. Балалар, Семей полигонынан қалай келгенін білдіңіздер, яғни КСРО-ның сол кездегі басшысы кім болды? Сталиннің несі бойынша, шешімі бойынша, сол кездегі тапсырмасы бойынша, яғни бізде ең бірінші эксперимент қай болды, қай жерде болды? Өте жақсы айтқансыз, Ернұр, толықтырып жіберіңіз. Яғни осы кездегі КСРО-ның жағдайы қандай болды? КСРО-ның жағдайы ақш-тың кішкене нашарлау болды. Олар ақшты қару жағынан озып жету үшін әртүрлі налогтар қоя бастады. Жақсы, жақсы, Ернұр, ойыңызға рахмет. Келесі. Ернұрға қосыла кетсем, екі мемлекет жанталаса қарулануды бастады. ақш атом бомбасын сынаған соң КСРО осы саланы дамытуға кірісті. Жақсы. Балалар, тағы да ойларыңыз жинақсыз, келе толықтырамыз. Рахмет сіздерге. Келесі. Екінші топ, Варшава шарты ұйымы. Сіздерге тапсырма қандай болды бізде? Яғни екі әскери одақтың құрылуы туралы және қандай мемлекеттер кірді, сол туралы тапсырма айтып кетесіздер. Қане, олай болса сабағын бастайық. НАТО дегеніміз НАТО бұл әскери саяси одақ. Ол 1949 жылы 4 сәуірде 12 мемлекет қол қойған солтүстік атлантикалық келісімшарт негізінде құрылған. Өте жақсы. Келесі, осы соғыс біткеннен кейін балалар әлі де не істеген жоқ, соғыс тоқтаған жоқ. Себебі мемлекеттің ішіндегі ең мықты болып шыққан соғыста қай мемлекет болды балалар? Қайсы мемлекет жеңді? Бірінші дүниежүзілік, екінші дүниежүзілік соғыста қай мемлекет жеңді?
ксро жеңіп отыр. Яғни ксро мен енді бұл кімнің арасында болды? Қырғызға соғыс ақш-тың арасында. Тағы осыған қарама қарсы ұйым қандай ұйым құрылды? Айта қойыңыз. Варшава ұйымы құрылды. Ол 1955 жылы достық комит несі құрылды. Ол құрамына Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, ксро қатысты. Мемлекеттер кірді. Бұл неге байланысты құрылған ұйым? Яғни Солтүстік Атлантикалық одақ бұл НАТО блогының құрылуының мақсаты не болды? Мақсаты неде? НАТО құрылуының басты мақсаты батыс елдерін әскери саяси одақтарын бірігіп, әлемдегі өз орнын сақтап және нығайту үшін осы НАТО құруға міндетті болды. Өте жақсы, тамаша, өте тамаша. Толықтырып жібереміз. Ал егер салыстыра кетсек, Варшава шарты ұйымының басты мақсаты бұл социалистік елдердің ынтымақтастығын екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қалпына келтіру. Өте жақсы, өте тамаша айтып жатыр. Бала мұқият тыңдап отырамыз. Жақсы. Ал НАТО ол қауіпсіздікті қозғайтын кез келген әскери және саяси мәселелерді өзара ортақ шешім шығаруды. Өте жақсы. Енді айта қойыңыз. Айта қой. Елдер Ұлыбритания, ақш, Бельгия және Нидерланды, Люксембург. Жалпы саны қанша болды? 12 ел. Яғни бұлардың бәрі неге соғыстан кейінгі жағдайы төмендеген мемлекеттер болды ма? Жоқ. Неге олар одақ құруға мәжбүр болды? Жақсы, айта қойыңыз. Олардың жағдайы төмен болды. Соғысқа бірігіп, өз күштерін жинап, өзінің күштерін нығайтқысы келген. Дұрыс айтады. Өте жақсы. Келесі. Олай болатын болса, балалар, жалпы осы бойынша тағы да сұрақтарыңыз болса, толықтырамыз. Жақсы, рахмет сіздерге. Ал үшінші топ сіздерге Европа тобы. Дайынбыз ба? Сіздерге тарихтағы тұлғалар туралы тұлғаны анализі бойынша. Бірінші біз ксро басшысы. Бірінші сөздегі ол Американың басшысы Уинстон Черчилль. Оның ағылшын тарихындағы рөлі. Ағылшын басшысы дейміз, иә? Ағылшын тарихындағы рөлі ерекше. Ол көрнекті британиялық мемлекет қайраткері, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде құрама басшылыққа жетекші болған және саясаткер, әскери офицер. Уинстон Черчилль Американың Фултон қаласында сөйлеген сөзі Қырғыз соғысының басталуына себепші болған. Екінші суреттегі тарихи тұлға ол бізде Сталин. Сталин кеңестік әскери ұшқыш, авиация генерал лейтенанты болды. Сталиннің тарихтағы орны өте зор болды, себебі ол Қырғыз соғысқа қатысқан ксро-ның басшысы болды. Және де бәрімізге белгілі Қырғыз соғыстың басталуы ол бізде Уинстон Черчилльдің сөзінен пайда болды. Ол Уинстон Черчилль сол сөзінде Сталинді агрессияшыл және қатал билеуші ретінде айыптады. Өте жақсы. Өте жақсы айтып кеттіңіз, рахмет. Енді осы тұлғалардың мақсаты жайлы айтатын болсақ, Черчилль ол бүкіл әлемге өз үстемдігін, ықпалын орнатқысы келді. Және де жалпы ықпалын, үстемдігін бүкіл әлемге орнатқысы келді. Өте жақсы. Яғни қосшылығыңыз бар ма? Айта қойыңыз. Сталин туралы айтатын болсақ, Сталин Еуропа елдерін кеңестік жүйеге бағындырғысы келді. Ал капиталистер кеңес мемлекетінің Еуропаға енуіне жол бермеді. Жақсы. Енді осы жердегі екі мемлекеттің екі басшынан, яғни соңы немен аяқталды болар? Осы Қырғыз соғыстың басталуын біз қай жылдары қамтып дедік? 1945 және 91 жылдарға дейін созылды дейміз. Әсіресе 1953 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін де осы Қырғыз соғыс тоқтатылды ма? Жоқ. Тоқтап жалғасын тауып жатты. Оның нәтижесі ретінде біз тағы да нені айтып кетуімізге болады? Қандай соғыстарды айтып кетуімізге болады? ксро келген соғыстегі одан кейінгі басшылар келген алған соғысын айтып кетуге дұрыс айтасыздар. Қай жылдарды? 1979-89 жылдарға дейін дұрыс айтасыз. Және тағы да Корея соғысы, міне, өте жақсы балалар. Рахмет, көп мәліметтер біледі екенсіздер. Сіздерге қазір аралай тағы да толықтырамыз балалар.